Манчестер Сити Премьер-лигадағы чемпиондық үшін күресті жалғастырып жатқан тұста, Пеп Гвардиола Сандерлендке қарсы маңызды матч алдындағы дайындықты күшейтті. Айта кетейік, шешуші кездесу бейсенбі айдың 1 жұлдызында өтеді. Сити сырт алаңда ойнап, жарқын мінезімен танылып жүрген Сандерлендке қонаққа барады. Чемпиондық талас барынша шиеленісіп, Арсенал көшбасында еш ұпай жоғалтпай келе жатқандықтан, Гвардиола штабымен бірге бірдей-бір мүмкіндікке тәуекел еткісі келмей отыр. Соңғы күндері Манчестер Ситидің жаттығу базасы ерекше қарқынға толы. Гвардиола тактикалық жаттығуларды, прессинг жүйелерін, ойынға жақын симуляцияларды өзі қатаң қадағалап, командасын әрі физикалық, әрі психологиялық тұрғыдан дайындауда. Испаниялық бас бапкер бұл маусымның осы кезеңінде әр ұпайдың алтынға татитынын жақсы түсінеді. Әсіресе Арсенал тұрақтылық танытып, 1 орынға жабысып тұрған сәтте. Сондықтан да жаттығуларда допты ұстап қалу, жылдам шабуылға өту және қорғанысты дұрыс орналастыру секілді соңғы жылдары Ситидің үстемдігін қалыптастырған негізгі элементтерге ерекше назар аударылды. Қарсылас алаңында Сити ойын ырғағын толық бақылауда ұстап, темпті өз қолына алуды көздейді. Сондай-ақ Сандерленд өз алаңында терең қорғанысқа жүгінуі мүмкін екенін ескеріп, Гвардиола бірнеше тактикалық нұсқаларды да дайындап жатыр. Сити бұрында тығыз қорғанатын командаларға қарсы ойында қиналғаны анық. Сол себепті шабуылдың соңғы шешуші фазасындағы креативтілікке аса мән берілуде, жаттығудан шет қалғандар жанкүйерлерді алаңдатып отыр. Дегенмен дайындықтағы жоғары қарқынға қарамастан, кейбір негізгі ойыншылардың жаттығуға қатыспауы жанкүйерлердің алаңдаушылығын тудырды. Соңғы сессияда келесі футболшылар көзге түспеді: Жан-Луиджи Доннарума, Рубен Диас, Орели Чели, Фил Фоден, Мамуши, Эрлин Халанд және Жереми Доку. Рубен Диастың болмауы әсіресе ойландырады. Ол қорғаныста көшбасшы әрі негізгі тірек. Онсыз Гвардиола артқы шепте қайтадан өзгеріс жасауға мәжбүр болуы мүмкін. Фил Фоденнің жаттығуда болмауы да қызу талқыланып жатыр. Ол биылғы маусымдағы ең маңызды ойыншылардың бірі, гол, пас және бітпес энергия. Онсыз Ситидің шабуылы бұрынғыдай өткір болмауы мүмкін, ал ең үлкен дүрбелең Эрлинг Халандтың жоқтығы себеп болды. Команданың басты мергені қандай да бір белгісіздікке тап болса, Ситидің голын кім соғады деген сұрақ туады. Альтернатив нұсқалар бар болғанымен, Халандтың физикалық қуатын және суыққанды аяқтауын ауыстыру қиын. Жереми Доку мен Мамуши де жаттығуға қатыспай, Ситидің қапталдағы нұсқаларын шектеп қойды. Олардың жылдамдығы мен тіке дриблингі қарсыластың қорғанысын кеңейтуге жиі көмектесетін. Бұл қасиеттер Сандерлендке қарсы ойында аса маңызды болуы мүмкін. Чемпиондық қысым Арсеналдан. Премьер-лигада чемпиондық талас бұрын соңды болмаған деңгейде тартысты болып тұр. Арсенал өз тұрақтылығын сақтап, Ситиді барынша қыса түсуде. Сондықтан Гвардиола бір ғана қателік чемпиондықтың тағдырын өзгертетінін жақсы біледі. Осы себепті дайындықта шұғылдықпен жоғары талап қойылған. Команда ішінде берілген басты хабар: әр матчта тек жеңіс. Қысымды өзге жаққа аудару керек. Арсеналға Гвардиола футболшыларына маусым соңында шешуші сәттерде жеңе білу тәжірибесін еске салған. Соңғы турларда серпіліс жасай білу Ситидің басты қаруы. Сандерленд жасырын қауіп. Сандерленд лиганың мықтылары қатарына кірмесе де, сырт алаңдағы кез келген ойын қауіпті. Өз жанкүйерінің алдында чемпионға қарсы ойнау әр команданың ерекше мотивациясы. Сандерленд алаңында қарқын, физикалық күрес, жанкүйерлердің зор қолдауы Ситиге қиындық туғызуы мүмкін. Сондықтан Гвардиола өз ойыншыларының салғырттықтан сақтандырып, егер қарсыласты бағаламай қойсаңдар, жазасы ауыр болады деп ескерткен. Ол ойыншылардан суыққанды мінез, тәртіп және сабыр талап етіп отыр. Голдар ерте соғылмай қалса да, тек тактика емес, менталдық дайындық та маңызды. Гвардиола психологиялық дайындыққа да ерекше мән беруде. Жаттығуларда сенім, бірлік, жауапкершілік тақырыптары қозғалған. Бапкер нағыз чемпиондар қиындыққа қалай жауап беретінімен танылады деп жарақаттар мен сыртқы қысымды еңсеру қажеттігін түсіндірген. Командадағы тәжірибелі ойыншыларға көшбасшылық танытып, жастарды қолдау тапсырылды. Қорытынды:
Сандерлендке қарсы шешуші матч алдында құрамдағы маңызды ойыншылардың болмауы. Арсеналдың арттан демалмауы. Ситиге үлкен сынақ тудырып тұр. Дегенмен бір нәрсе анық. Трофей үшін тартыста Манчестер Ситиді ешқашан есептен шығаруға болмайды. Бұл матч топ 6 дербиі болмаса да, чемпиондықтың тағдырына ықпалы орасан болмақ. Манчестер Сити не істей алады? Бар қиындыққа қарамастан, сырт алаңнан 3 ұпай алып, чемпиондық арманын сақтап қалама. Достар, арнаға тіркеліп лайк басып комментарий жазып қойыңыздар.